Қайырлы күн баршаңызға достар. Бүгін 5 минутта дайын болатын дәмді салаттың рецептісімен бөлісемін. Бізге қажетті ингредиенттерді видеоның описание бөлімінде жазып қалдырамын. Ең бірінші етімізді соломка етіп турап аламыз. Оның үстіне огурцемізді тураймыз. Барлық ингредиенттерді соломка етіп тураймыз. Енді помидорымызды тураймыз. Достар, видео қарап отырып, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Қазақша контентті каналдың ары қарай дамуына өз үлестеріңізді қоссаңыздар. Бізге қайнатылған жұмыртқа қажет болады. Жұмыртқаны соломка етіп тураймыз. Енді салат жапырағын жуып, жақсылап кептіріп, оны тураймыз. 4 ас қасықта майонез қосамыз. Майонез қосып барлығын жақсылап араластырамыз. Міне біздің салатымыз дайын болды. Өте жеңіл салаттардың бірі, жасап көруге кеңес беремін. Достар, менің рецептім ұнаса, лайк басып, мені қолдай кетіңіздер. Баршаңызға ас болсын.